Маска. Бақылау керек. Енді оған халықтың өз сана сезімі білет. Бұл ауамен тарайтын нәрсе ғой. Мысалы, менің өзімнің 2 класстасым қайтыс болды осы аурудан. Маскасыз жүрді, қалай осылай жүргендер басында елемеді. Ол не керек, не керек деп. Жай былай көшеде бар жерде де тексерген дұрыс. Әсіресе мына бізде автобустың ішінде қиын қазір. Автобустың ішінде енді байқасаң көбі маска да кимеу жүргендер қазір бар. Сондықтан бәріне біз өзіміз енді жасымыз үлкен болғаннан кейін сақтап келеміз, көріп келесің, маска бәрі. Семейліктер бетперде кигісі келмейді. Күн сайын Семейде бетперде режимін сақтау бойынша рейдтік жұмыстар қатаң түрде жүргізілуде. Полиция және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері бар мониторингтік топтар күн сайын санитарлық нормалардың бұзылмауын қадағалайды. Рейдтік жұмыстар қоғамдық көлікпен ғана шектелмей, сауда орталықтарымен, барлық жекеменшік нысандағы кәсіпорындармен әрі мемлекеттік мекемелерде өтеді. Бүгінгі әкімшіліктің және полиция басқармасының қызметкерлерімен бірге мониторингтік топты құрылды. Оның басты мақсаты осы коронавирус эпидемиясын алдын алуға байланысты адамдардың бетперде тағуын тексеру болып табылады. Кейбір адамдардың бетперде тақпау бұзушылықтары анықталып жатыр. Бұның бәрі әрине профилактика ретінде, адамдардың өз денсаулықтары ретінде алдын алуға үлкен көмек деп ойлаймын. Кеше ғана мониторингтік топтар санитарлық нормалардың сақталуы мемлекеттік кірістер басқармасында тексерді. Рейд барысында маска тағуды елемейтін басқарманың 2 қызметкер анықталды. Теплокоммунэнерго мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қызметкерлері де санитарлық ережеге бейжай қарайтындығын байқалды. Мониторингтік топ 3 тәртіп бұзушыны анықтады. Енді оларға айыппұл төлеуге тура келеді.